Бүгінгі сабақта біз вектор ұғымымен танысатын боламыз. Вектордың анықтамасы. Кез келген бағытталған кесінді вектор деп аталады. Ал енді оны мысал жүзінде қарастырайық. Бізге қандай да бір АБ векторы берілсін. Оны біз вектор деп жазу үшін латын әріптерінің бас әріптерін қолданамыз, және де үстіне оның бағытын жазамыз. Ал оның компоненттерін қарастырайық. Бұл жердегі А нүктесі вектордың басы, ал Б нүктесі оның ұшы болып табылады. Сонымен қатар, векторларды кішкентай латын әріптерімен де белгілей аламыз. Мысалға, А векторы, Б векторы және С векторы. Және де осы векторлардың барлығы кішкентай әріптермен белгіленген. Бұдан бөлек бізде нөлдік вектор деген ұғым бар. Нөлдік вектор дегеніміз ол ұшы мен басы беттесетін вектор. Яғни оның ұзындығы нөлге тең. Оның белгіленуі нөл санын жазып, үстіне оның вектор бағытын белгілейміз. Келесі бізде ол векторлардың теңдігі. Ең алдымен біз векторлардың модулін қарастырайық. АБ кесіндісінің ұзындығын АБ векторының модулі деп атайды. Және оны біз АБ векторын бағытын көрсете отырып, оны модульге аламыз. Осылайша біз оның ұзындығын белгілей аламыз. Мысалға, бізге қандай да бір АБ векторы берілсе, және де оның ұзындығын жазу үшін біз оны модульге ала тұрып, тең қандай да бір ұзындық. Бізге берілген мысал бұл АБ векторының ұзындығы 3-ке тең деген сөз. Және де осыған сәйкесінше БА векторының да ұзындығы 3-ке тең болады. Келесі бізде ол параллель, яғни коллинеар векторларды қарастырайық. Егер екі вектор бір түзудің бойында немесе параллель түзулердің бойында жататын болса, онда бұл векторларды коллинеар векторлар деп атаймыз. Және де коллинеар векторлардың белгіленуі бұл параллель белгімен белгіленеді. Яғни суретте мысал қарастырайық. Бізге қандай да бір А векторы берілсін, және де оған сәйкесінше параллель түзуде жатқан Б векторы берілсе, ол екі вектор бір-біріне коллинеар болып табылады. Енді біз перпендикуляр векторларды қарастырайық. Егер А және Б өзара перпендикуляр түзулердің бойында жататын болса, яғни А және Б векторлары, онда бұл векторлар өзара перпендикуляр болады. Мысалға, бізге қандай да бір параллель, қандай да бір екі перпендикуляр түзу берілсін, және де осы сәйкесінше екі перпендикуляр түзуде Б және А векторлары жататын болса, осы екі вектор бір-біріне перпендикуляр болады. Және де оның белгіленуі геометриядағы перпендикуляр белгісімен белгіленеді. Ал енді бағыттас векторларды қарастырайық. Егер коллинеар векторлардың бағыттары бірдей болса, онда бұл векторларды бағыттас векторлар деп атаймыз. Мысалға, бізге қандай да бір А векторы берілсе, және де оған параллель түзуде жатқан С векторы берілсе, біз осы векторларды бағыттас деп атаймыз. Себебі олардың бағыттары тең. Осының алдындағы көрсеткен мысалда А және Б векторларының бағыттары бірдей болған жоқ. Бірақ олар параллель түзулерде жатты. Сондықтан біз оларды коллинеар векторлар деп атадық. Ал осы мысалда берілгенде А және С векторлары олар бағыттас. Себебі олардың бағыттары да бірдей.